Келінді тәрбиелеген қайната. Автор Айдана Істілеуова. Бүгін қуанышты күн. Себебі ұлы жүздер еліне келін түскелі жатыр. Барлығы у-шу, үй деген азан-қазан. Үйде тума-туыс жекжаттың бәрі бар. Айналадағы көршілер де қуанышқа ортақтасуға келіп қалды. Бұл үйге қазір келін болып мен келемін. Сүйіп қосылмадық. Бірақ болашақ күйеуім екеуміз бір-бірімізді бір көргеннен ұнаттық. Солай келісіммен келе жатырмын. Екеуміздің үйіміз жақын. Көрші ауылда мен тұрамын. Бірақ жұмыс бабымен қалада жүрген едім. Жақын жерге тұрмысқа шыққаным дұрыс болды. Ертең үйге жиі барып тұрамын. Сән салтанаты келісіп, ауылға қатарынан 5-6 көлік жеткіп келеді. Әдеттегідей сигналдатып, ауылды басына көтерді. Келін келді, орамал шашу қайда деген абысындар топырлап жүр. Көліктен түсе сала басыма ақ орамал тақты. Отқа май тамызып, салт дәстүрлер табалдырғаттадым. Сен үшін бәрі таңсық. Алайда үйдегі адамдардың жүздері жылы екен. Жақсы жерге келген секілдімін. Беташарда өтті. Түнгі салтта өтті. Енді үйдің тірлігіне ақырындап үйренісу керек. Абысыным, қайнағам және қайнатам бар. Енемнің қайтыс болғанына біраз болыпты. Сонымен абысын маған барлығын үйретіп жүр. Мынаны былай жасайсың деп барлығын өзі жасап кетті. Біраз күндер өтті. Артымнан киімім келіп, дүниемде келіп үлгірді. Шыны керек, үйдің еркесі болдым. Тұрсам да, жатсам да өз еркімде. Мен жоқта бәріне үлгіретін абысыным, үйреніп қалған тірлігіне көбіне мені араластырғанды ұнатпады. Күйеуім маған үнемі шүйліге берді. Себебі күйеуім үнемі абысынға жақтасады. Көмектес, сен кішісің, сен жұмыс жаса деп. Ал мен болсам, тірлікке онша жоқпын. Тағамды да дұрыс пісіре алмаймын. Ауылда тұрсам да қолымнан көп нәрсе келмейді. Қайнағам мен абысыным үйде бар тірлікті өздері атқарады. Бала шағаға да үйге де қалай үлгіретініне таңым бар. Бірақ жас емес қой. Абысыным менен 10 жасқа үлкен. Мен 97 жылғымын. Ал ол 87. Қайнағам болса 80 жылғы. Атамның да жасы келген. Алайда әлі жап-жас сияқты үнемі қозғалыста жүреді. Әзілдесіп ойнап отырады. Күндердің күні кешкі ас ішіп отырдық. Атам маған: таңертең ерте тұрып үйрен, сиыр сау керек. Абысының 2 күнге туысқанымыздың үйіне көмектесуге кетеді. Сол 2 күн ішінде үйдің барлық тірлігін сен атқарасың деді. Төбемнен жай түскендей болды. Себебі үйде тірлік деген қырғын. Мал бар, тауықтар бар, қойлар бар. Үйдің ішкі тірлігі бар. Жоқ дедім ішімнен. Содан менің жаным тыныш таппай абысынға көмектесуге барайыншы деп қила сұрадым. Қайнатам: сенің жолың емес. Жаңа түскен келін үйде отыру керек. Жөн жоралғыдан хабарың жоқ. Оның үстіне ешкімді танымайсың деді. Негізі атамдікі дұрыс. Одан да тыныш отыра берсін. Отыру? Жоқ, мен мүлдем отырмайын деп тұрмын ғой. Таң атты. Ұйқымнан сүйретіле әрең тұрдым. Онда да күйеуім жұлқылап оятқан. Таңғы ас ішіліп, үйдегі еркектердің барлығы жұмысқа кетті. Абысында балаларын алып қалаға, туысымыздың үйіне кете барды. Үйде жалғыз өзім. Қап, абысының айтқан тыңдағанымда, жата бермей, жанында жүріп барлығын үйреніп алғанымда ғой. Енді не істеймін? Сыртқа шықтым. Күйеуіме хабарласып едім, қолы бос болмады ма, телефонын көтермеді. Одан амалсыз абысынға хабарласып, не істеймін деп жыламсырап тұрмын. Бірақ қанша қолы бос болмаса да, абысын маған: қойға мынанша су құй, тауықтарға мынанша жем шаш, үйді пилис ұста, пол жуып шаң сүрт. Шаң сүртетін ана жақта. Суды есіктің алдына емес ары төк. Пол жуғанда суыңды ауыстыр деп барынша түсіндіріп айтты. Барлығын дұрыс жасап шыққандаймын. Түскі әйтеуір интернеттен көріп бір тамақ әзірледім. Оның тұзы аз болып түскі асқа келген атам мен қайнағам жей алмай кетті. Күйеуім жұмыстан кешке бірақ келетін. Ал атам мен қайнағам жақын жерде болғандықтан үйден түстенеді. Атам малдарын жайғастырып, үйді жинаулы тұрғанын көріп, риза болып қалды. Олар жұмысқа қайта кеткен соң ұйықтап қалыппын. Әйтеуір осылай 2 күнде өте шықты. Бірақ ашуым келіп кетті. Себебі жаңа түскен келінді бұлай жұмсауға ешкімнің қақысы жоқ қой. Бара-бара ашуым ішіме сыймай барады. Абысының жақсы жасап жүрген тірлігін маған істе деп үйдің еркектері айта береді.
Мен неге жасауым керек деп қатты уайымдап тіпті түн ұйқымда қашты. Біраз уақыт өтті. Қатты бала күтіп жүргенде қуығым шаншып ауыра бастады. Мұны естіп күйеуім дереу ауруханаға апарды. Сөйтсек, армандағанымыздай балалы болған екенбіз. Иә, ішімде кішкентай бөбек жатыр. Бұған қатты қуандық. Үйге барып абысынға да айтып, сүйінші сұрадық. Бізден бақытты адам жоқ болды. Бақытты болғаным сонша одан әрі еркелей түстім. Түскі уақытта бірақ тұратын болдым. Одан түскі ас ішіп алып қайта ұйықтаймын. Бұл өмір маған берілген өте үлкен жеңіс болды. Шаттана да, қуана өмір сүрудемін. Бір күні ұйқымнан оянып кеттім. Қолдағы жаңғырған дауыс шошытып жіберді. Сөйтсем, атам мен абысын. Атам абысынға ұрсып жатыр екен. Бар, ана келінді оят. Неге ерте тұр деп айтпайсың? Айтпасаң жата береді ғой. Санасына бермейді оның. Ол шалқып жүргенге үйреніп қалған. Сен әйелсің. Сен ұрыссаң еш нәрсе қылмайды. Шыдамның да шегі бар. Мен бір күні жарылам. Сонда шақ болады, не болмаса мат болады. Атамның бұл сөзі одан әрі ашуыма тиді. Бөлмемнен мүлде шықпауға бекініп жата бердім. Есік тоқылдады. Естімегенсіп жата бердім. Абысыным жайлап келіп: аяулым, тұра қойшы енді. Атам ұрсып жатыр. Сәл көзіне көрініп қойшы. Үйде жоқ кезде жата бер. Сен тұрмасаң ол кісі ұрса береді. Жақсы абысын, қазір тұрамын дедім де, ол шыққан соң қайта ұйықтап қалдым. Осылай қаншама күндер жалғасты. Кейде күйеуім ұрсады, кейде атам ұрсады. Менде жұмысы жоқ, тек абысыным мен қайнағам. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Атамның ұрысқанын елемей жүр едім. Бүгін қатты ашулы болып келіпті. Келді де: сен өзі келін екеніңді ұмытып кеткен жоқсың ба? Жоқ әлде бөлмеңізге шақырту беріп шақырайық па? Жоқ әлде әлемде аяғы ауыр келіншек сені ғанасың ба? Әй, әке шешең не үйретті? Тағы да шешем тойда алтын сұрайды хабарласып. Қызымды алып отырсыңдар деп. Ал үйде сенің жатсың мынау деді. Таң қалдым. Менде атама шыдамай: менің шешем туралы, әкем туралы сөз қозғамаңыз. Мен не істесем де өз еркім. Бұл да менің өз үйім. Тұрам ба, жатам ба өзім білем дедім. Атамның бұл сөздерден кейін қиналатынын түсіндім. Алайда менде ашуымды тежей алмадым. Мұны естіген күйеуім жұмыстан келе сала маған ұрысты. Менде ұрысудан қаламын ба? Мен сенің әкеңді бағуға тиген жоқпын. Малыңды бағуға тиген жоқпын. Мен тек сен үшін ғана тұрмысқа шықтым дедім. Осыдан соң күйеуім бетімнен тартып жіберді. Оған шыдамай шықтым да, жылап, жаяулатып төркініме кетіп қалдым. Барсам, ата-анам шай ішіп отыр. Отыра қалып жыладым. Бәрі не болды деп сұрақшылап кетті. Мен Асылбектің ұрғанын айтып, одан әрі жылай бердім. Анам мені қолпаштап: енді ол жаққа мүлдем бармайсың. Саған қол көтерген еркек еркек емес деп ашуын шығарып жатты. Төркінім менің жағдайымды әбден жасады. Не жегім келсе де алдыма әкеліп беріп, еш нәрсе істетпей тек жаттым. Одан басқа не істеймін? Сіңілім мен әпкем келіп, олармен біраз отырып сырластым. Бірақ олар мені қолдаудың орнына ала көздерімен қарап: енді босанған соң қайтып келген қыз атанып, еше балаң бар. Атаң мен күйеуіңді жеңдім деп отырсың ба? Ұрса байың да сені күнде төмпештеп жатқан жоқ қой. Өзіңнің ащы тіліңнен, ісіңнен тауып отырсың деді. Олардың сөзіне қатты ашуым келіп: кетіңдер шәрі, сендермен сөйлесіп отырған мен ақымақ дедім де жылай бердім. 3 күн өтті. Күйеуімнен, үйдегі бір тірі жаннан хабар жоқ. Демек мені керек етпегені ғой. Әкеме мен өзім барсам бекен деп сұрап едім. Әкем болса: сен ол жерде бақытсыз емессің. Өз-өзіңді бақытсыз қылып жүрсің. Барсаң бар. Мен сені ұстамаймын деді. Анам ашуланып әкеме қарады. Бір рет қол көтерді. Не кешірімі жоқ. Бармайды. Менің ойым тез өзгерді. Алайда бұл мінезімнен еш жерге сыймайтыным анық. Бірақ қалай бұл мінезден құтыларымды да білмеймін. Маған қатты ауыр тигені әкем менің кеткенімді қалайтын сияқты. Күйеуімді күнде ойлап жылаумен болдым. Инста парақшасына да, WhatsApp желісіне де кірдім. Бірақ жаңа еш нәрсе жоқ. Расында мен керек емеспін. Түн жылап-жылап көзім ілініп кетіпті. Түн ортасында телефоныма қоңырау келді. Ашып қарасам күйеуім. Қуанып, бір жағы қобалжып дірілдеп телефонды әрең алдым. Алло, сыртта көлікте отырмын, шықшы. Қатты қуанып кеттім. Тіпті жүрегім жарыладай тезірек үстіме бірдеңе іле салдым да шығып кеттім. Көлікте күйеуім мені күтіп отыр екен.
Ақырын келіп көлікке отырдым. Біраз үн-түнсіз отырдық. Сөйтті де ол: үйдегілер қарсы болса да мен саған келіп тұрмын. Әкем қатты ашулы. Сені алып келме. Қалай кетті, солай келсін. Келмесе одан әрі деді. Сәл үнсіз қалған күйеуім сөзін қайта жалғап: мен оған төзе алмадым. Себебі сені жақсы көреді екенмін. Менің бүгін саған соңғы шартым бар. Екеуінің біреуін таңдайсың. Біріншісі, менімен бірге үйге барып, қандай қиындық болса да төзіп, үлкендерді сыйлап, қызмет етіп, соңына дейін менімен боласың. Ал екіншісі, осы жерде қаласың. Бірақ мен кетсем қайта келмеймін. Сенен кешірім де сұрамаймын. Себебін өзің жақсы білесің. Мені қол көтеруге мәжбүр еткен өзіңсің, деді. Бұл сөздерден кейін қалың ойға кеткенмен үнсіз қалдым. Не істерімді білмедім. Ол да менен асықпай жауап күтіп отыр. Жақсылап ойлансын деген шығар шамасы. Бірақ онсыз өмір сүре алмаймын. Қалған өмірімді оны ойлап жылап сықтап өткізгім келмейді. Сол себепті мен сенімен барамын. Қайда болсаң мен сонда боламын, дедім. Ол ештеңе деместен рөлді бұрып үйге қарай тартты. Әке-шешеме де ескертпедім. Бірақ олар мені түсініп кеткеніме әкем қуанып қалар. Үйге барсақ қайната мені күтіп отыр. Шамасы күйеуімді жөнге салған осы кісі. Сәлем бердім, дедім де бөлмеме қарай бара жаттым. Тоқта, деді қатқыл үнмен. Жүрегім ұшып кете жаздады. Жаймендеп артқа бұрылып, қайнатама қарама-қарсы бетке отырдым. Қайнатам: иә, өзіңді біліп отырсың. Күйеуіңді мен жібердім. Бір қыздың өмірін қорғылып, ертең көз жасына қалып, баламның бақытсыз болғанын қаламадым. Сенің де ішіңде балаң бар. Ертең ол өсіп келін әкеліп, ол келінің қайта кетіп қалса, сен де сөйтер едің. Босанатын уақытың жақындап қалған соң саған қатты сөйлей алмай отырмын. Алайда бір нәрсені біліп жүр. Үйіне қайтып барғаннан ештеңе ұтпайсың. Қайта ұтыласың. Өзіңнің де, күйеуіңнің де екі жақтың да өмірін қорғыласың. Өзің қиналғаныңмен қоймай, жұртты да қинайсың. Осыны түсіне алсаң, ризамын. Таңертеңге дейін ойлан. Өткеніңді миыңа салып, жақсылап қорыт. Көп ұстамаймын. Ертерек жат та, таңертең ерте тұр. Қайырлы түн, деп өз бөлмесіне кетіп қалды. Бөлмеме барып күйеуімнің қас-қабағына қарадым. Неше күннен бері жүдеп кетіпті. Мен сияқты оның да қиналғаны көрініп тұр. Оны жұбатуға ешқандай сылтау таппай отырмын. Жарықты өшірді де жатып қалды. Мен де көп ұзамай ұйқыға кеттім. Таң атты. Бүгінгі ұйқы ерекше болды. Ұйқым қанып, жүзім нұрланып тұрғандай. Сағатқа қарасам 6:37. Мәссаған, өмірімде бұлай ерте тұрып көрмеппін. Тұрдым да абысынға көмектесіп жүрмін. Бәрі аң-таң. Қайнатама сәлем салып, шай демдеп қойдым. Күнделікті үйді жиыстырып, өз бетімше күн көруді әдетке айналдырдым. Абысыным біраз тірліктен босап қалды. Кейде сенің болғаның қандай жақсы деп мені бір мақтап қояды. Мен оған мәзбін. Көп ұзамай толғатып перзентханадан бір-ақ шықтым. Шекесі торсықтай ұл бала дүниеге келді. Осы кезде атамның айтқаны есіме түсті. Сенің де ұлың болады. Келін әкеліп, кейін ол келін қайта кетіп қалса не істейсің, деген еді. Атамның бір қасиеті бар екен. Ішімдегі періштенің ұл екенін жүрегі сезіпті. Ол кісінің айтқанының барлығы рас. Кейін келінім менің сөзімді құлаққа ілмей, шаруаға икемсіз болып, маған сөз қайтарып тұрса не істеймін? Жоқ, бұлай болмайды. Мен енді жаңа өмірге аяқ бастым. Сүйікті жарым, жанымда балам бар. Бір әулеттің келінімін. Білмегенімді үйрететін жеңгем бар. Бастысы менің жаңа өмірге қалыптасуыма септігін тигізіп, өз тәрбиесімен мені шыңдаған қайнатам бар. Мұндай отбасына келін болып келгенім менің бағым бар екен. Бір-екі күн жаттық та, жағдайымыз жақсы болған соң үйге шықтық. Үйге келсем мен үшін мал сойып, қалжаландыру үшін ерекше етіп ет асылып жатыр екен. Мұндай құрметті күтпедім. Расында менің отбасым ең керемет. Мұндай отбасынан қалай ғана кетпек болдым екен. Бақытсызбыз дейміз. Меніңше бақытсыздықты өзіміз қолдан жасаймыз. Енді бұл дүниеде менен бақытты адам жоқ. Мен бақыттымын. Бұл жас келіннің жаңадан түскен келіндерге кішкене болсын көмегі тиер деген ойдамын.